Сәлем достар, сіздерге бүгін егов порталына ешқандай кодсыз, ешқандай парольсіз қалай кіреміз сол жөнінде көрсетіп беретін боламын. Ең алдымен egov.kz деген сайтқа кіреміз. Одан кейін байт деп батырмасын басамыз. Мына QR код деген жерге осы бетке кіріп аламыз. Одан кейін барып ары қарай қазір телефонмен көрсететін боламын. Ең алдымен сіздерге телефонға ECPOC қалай сақтап аламыз сол жөнінде көрсететін боламын. Міне сіздерге осылай. Ең бірінші қазір сіздерге iPhone-да қалай жасалатынын көрсетемін, одан кейін барып Android-да қалай жасалынатынын көрсететін боламын. Ең алдымен iPhone-да осы ECPOC үстін басамыз. Жоғары жақта поделиться кнопкасы тұр, соның үстін басамыз. Одан кейін сохранить файл дейміз. Жоғары жағын қарасаңыз iPhone Chrome-да сақталатын болады. Бұл сохранить деп басамыз. Міне бізде сақталды телефонға. Енді біз egov Mobile деген приложенияға кіретін боламыз. Егер сіздерде бұндай приложение жоқ болатын болса, тартып алсаңыздар болады. Мына кірдік біз. Вход регистрация деген жер бар. Сол жерге кіреміз. Использовать мой ECP дегенді басамыз. ECP для подписи деген жердің үстін басып, мына жерде сіздерде плюс добавить ECP для подписи деп шығатын болады. Осыны басасыздар. Жаңағы сақталған жерге барамыз. Міне Chrome-да сақталған болатын бізде. Міне біздегі тұр мына. Осыны басамыз. Басқан кезде міне осы жерде шығатын болады. Астыңғы жағында шығатын болады. Астыңғы жағынан тауып аласыздар да, осылай басасыздар. Содан кейін мына жерге пароль енгізетін боламыз. White дейміз. Осы жерде 4 сандық код ойлап тапсаңыздар болады. Өздеріңіз тез кіру үшін қайталап беретін боламыз. Ознакомлено дейміз. Енді сіздерге Android телефонында қалай ECPOC телефонға сақтаймыз сол жөнінде көрсететін боламын. WhatsApp-қа кіреміз. Мына жерде біздің ECPOC осыны таңдаймыз. Үстін басып тұрамыз да. Жоғары жақтағы үштің үстінен басамыз. Мына поделиться шығады. Поделиться дегенді басамыз. Осы жердегі мой файл деп тұр. Осының үстін басамыз. Қарып тұрсаңыздар, қай жерге сақталып тұрғанда көрсетіп тұрады. Міне все файлдың ішіндегі download деп тұр. Осының үстіне сохранить етеміз. Осының ішіне сақтайтын боламыз. Міне сақтадық. Енді біз egov Mobile деген приложенияға кіреміз. Кіру тіркелу деп тұр. Менің ECPOC-ны қолдану дегенді басамыз. Міне ECPOC деп тұрған жерде жаңағы жердегі ECPOC таңдайтын боламыз. Біздікі мой файлдың ішіндегі download деп тұрғандай осыған сақталып. Жаңа көрсеткенімдей ECPOC таңдаймыз. Одан кейін барып парольді тереміз. Кейін кабинетімізге кіретін боламыз. Осылай. Өзіміздің кабинетімізге кіріп алдық. Енді астыңғы жағын қарасаңыздар, главная egov QR деп тұр. egov QR дегенді басамыз астындағы. Міне енді жаңағы біздің QR тұрған жерге барамыз. Ноутбукпен кіріп атқан едіңіздер ғой. Сол жерге осы QR-ды жақындататын боламыз. QR-ға жақындатамыз осыны. Міне осылай жақындатқан кезде автомат түрде кірілетін болады. Міне осылай ешқандай кодсыз, парольсіз оңай кіретін боласыздар. Осымен болды. Егер видео пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.